الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزلزال немесе الزلزلة деген болатынбыз. 4 аятты, 5 аятты қарастырдық. 5-шісінде біраз тез өткен екенбіз. Сол 5-шісін бүгін қайталай отырып кетеміз. Нәстағиду билlah. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا деп басталған болатын болса, бұл уақытты немесе заманды, уақытты немесе шартты білдіреді ғой. Егер деп. Онда егер мынандай болса не болады деп біз жауабын күтуіміз керек. Уа деп кеткен жерлер әлі жауап келген жоқ деген сөз. Сондықтан إذا زلزلت الأرض زلزالها, жер сондай сілкінген сәтте, сілкінген кезде немесе сілкінсе. وأخرجت الأرض أثقالها. Жер ішіндегісін, яғни ішіндегі ауырлықтарды, жүктерді шығарған кезде. Кезде деген мағынаны беріп тұрған тағы Жүселенің бірінші аяттағы иза. وقال الإنسان ما لها. Және де адам не болды бұл жерге деген сәтте. Сонда сәтте, кезде деп 3 рет қазақшада қайталану себебі мына изадан кейін келген өткен шақта тұрса да формасы етістіктің келер шақпен аударамыз. Келсе, келгенде, сілкінгенде, шығарғанда деген сияқты. Енді жауабы келеді. Не болады? Негізінде тікелей тухаддису ахбараха деп келуіне болатын еді. Тағы да қайтадан сол күнге сілтеме жасай отырып, яума изин, міне сол күнде. Қандай күнде? Жер сілкінген, ішіндегіні шығарған, адам не болды бұл жерге деген күнде тухаддису ахбараха. Тухаддису әйел тегінде келген етістік, өйткені ардун сөзі жер, арабшада муаннас әйел тегіндегі сөз болып саналады. Сондықтан сол жер хабарлайды дейді, айтады әңгімесін, ахбараха, өзінің хабарларын, оқиғаларын, жағдайларын айтады деп келеді. Ары қарай осы сөйлеммен, тухадис сөйлеммен жалғасады. Анна раббака аухалаха. Қалай хабар береді? Раббыңның оған білдіруімен, яғни уахи етуімен жер хабарын айтады деді. Сонда бұл жерде би анна раббака деп айтсақ та болады, немесе ли анна раббака деп басында ли немесе би деген харф жерлер негізінде анна деген қосымшаның алдында түсіп қалады. Алайда ол мағына сақталады. Аннаның ерекшелігіне тоқталатын болсақ, аннаның есімі негізі бастауыш қой, раббука ауха деген. Раббу деген даммалы сөз, аннадан кейін рабба деп мәнсуб, яғни табыс септігіне қойылып кетеді. Анна раббака, шын мәнінде сенің раббыңның, ауха, уахи, асында сөйлем егерде аннаны санамасақ, сенің раббың аухалаха, ол жерге уахи етті, білдірді деген сөйлем ғой. Сонда білдіргендігі үшін, білдіруі мен деп аударыла береді. Осы аяттан бастайық. Талдауына қарай. Яума изин тағы да қайталанды. Мына аят болатын. Анна раббака аухалаха. Анна деп бір аят басталып тұрса, немесе сөйлем басталып тұрса, бұл сөйлем емес, қыздар. Өйткені анна орысшадағы что, потому что дегендегі что дегенді білдіре беретін қосымшада, бұл құрмалас сөйлемнің ішіндегі неді? Мысалы, раббыңның оған білдіруімен десек, бұл сөйлем емес қой. Сол сияқты аннамен келген сөйлем арабшада да толық сөйлем емес, жартылай сөйлем. Негізі сөйлеміміз өткенде де айтып жүргеніміздей, бастапқыда мына сөйлем ғой енді, анналық. Негізі сөйлеміміз мына сөйлем. Анна кірмей тұрған кезде, ортаға қарайлайық. Мубтада деп айтады. Мәрфу болу керек негізінде, даммамен келу керек. Қай тілде кеткен? Мәрфу болу керек. Бұлай.
Жетістік ауханың ішінде де арабшада хуа бар деп қаралады. Басында тұр, алдында тұр бастауышы деп айтпайды арабтар. Мына раббуға мүптада дейді. Аухамыз жетістік, оның ішінде фәғилі бар, мына харфу жар онымен байланысты. Енді осы жетістікті сөйлем мына мүптаданың хабарының орнында тұр деп қаралады. Басына әнна келген кезде не болады? Тек қана басындағы раббудың харакаты рабба болып өзгереді. Уже бұл сөйлем болудан шығып қалады. Жартылай сөйлемге айналып қалады. Формалы сөйлемнің бағаныңқылы сөйлеміне айналып қалады. Бұның басында тәпсіріне, мұхтасар тәпсірге қарайтын болсақ, басында бір ли бар деп қаралады. Ли өйткені деген мағынаны білдіреді. Сонда ли әнна раббака аухалаха десек, өйткені сенің раббың оған уахи етті, хабар берді, білдірді дегенді білдіреді. Бұл түсінікті ме қыздар? Енді ирабы келген кезде, әнна келген кезде уже мүптада демейді, исму әнна мәнсуб дейді, мұдаф, өйткені артында кә бар, кә мұдаф илейхтің орнында тұр. Ауха мазы етістік, фәғілі ішінде хуа. Ләм мына харфу жарымыз хаухамен байланысты, жармен қоса, жар ва мәжрур дейміз ғой. Ха деген замирімізде мұнда былай ғой мынау. Ләха ғой. Сонда хәміз артты білдіріп тұр. Негізінде лил арды ғой бұл. Жерге Раббың уахи еткендігі үшін ол хабар берді. Тәпсіріне қарасақ та, қараңыздар, дәл мына тәртіппен келді. Ле әнна харакатсыз мәтіннің өзін қарайтын болсаңыздар ғой. Ле әнна, әннадан кейін Аллах сөзінің соңы фәтха. Ле әнна Аллаха, төртінші бап, ә'ләмә білдірді. Ха жерге. Ә'ләмә етістігі тікелей, ләха деп келмейді. Тікелей, ә'ләмә ха, оған білдірді. Ва әмараха, оған бұйырды. Безәліка, осыны. Нені? Тухаддису әхбараха дедік, хабар беруді бұйырды. Өйткені Алла оған білдіріп, осылай етуге бұйырды. Иғрабына қарайтын болсақ, би әнна харфу жар, ва әнна негізінде мына жердегі би әнна раббака аухалаха деп тұр ғой. Негізі аятта бар ма еді би? Аятта ирамына келген кезде би әнна деп беріпті, мен түсіріп қойдым ба? Жоқ, әнна раббака, қараңыздар. Алайда иғрабына келген кезімізде көріп отырғандарыңызда би әнна деп түсіндірген. Негізі түсіп қалған харфу жар ғой. Бұны алып тастаймыз, өйткені осы харфу жармен негізінде байланысты дейді, аятта жоқ. Әнна харфу нәсих. Нәсих деген сөз, мына діни әдебиетте нәсих деген сөз үкімді жою дегенді білдіреді. Нәсих, яғни мәрфу болса мәнсуғып жібереді дегендей харакатты өзгергендіктен нәсих деп атайды. Раббака екі сөзден тұрып тұр. Рабба. İşte Rabbimiz ismu enne mensub bil fetha ve Rabbun mudaf. Rabbun sözünün özü mudaf. Vel kaf, ka degenimiz damir fi mahalli cerrin, harekette avtomatik nege koydurganmiz ғой. Kompüterге sonunda harakat durs koymadı. Fi mahalli cerri mudafin ileyhi. Ауха деген етістіктің өзін қарайтын болсақ, фәғілін мадин, уәл фәғілі ішінде деп қарайды арабтар. Яғни араб грамматикасы мустатир, жасырын, тақдируху, оның бағалануы хуа. Ләха, тағы да ләм плюс ха ғой. Әлләму харфу жар, ха дамир фи махалли жар, уәл жар мәжрур, уәл мәжрур, мұна екеу бірге, мутааллиқани байланысты, би ауха. Ауха деген етістікпен бірге жүретін харфу жар. Енді осы сөйлемнің өзі не десек аухамен басталатын, жүмләт ауха, біз мына жерге тырнақша қойып жерек. Фи махалли рафи хабари әнна. Әннаның хабары негізі мәрфу болу керек. Сол мәрфудың орында тұр деп қаралады. Ал жүмләт әнна, әннамен басталатын осы аяттың өзі не дейтін болатын болсақ, ва жүмләт әнна раббака деп жалғасатын сөйлеміміз фи махалли жарри, في محل جر орындады. Билбә қабләһә басында бә деген харфу жар бар, бұлақ түсіп қалған ғой. Уәл жар уәл мәжрур, яғни осы би мен жа әнна деп келген аятымыз мутааллиқани би тухаддис. Тухаддис деген етістігімізбен байланысты деп қаралады иғрабына қарай. Келесі аятқа келеміз. Нәстәғизу билла.
Kızlar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoş geldingizler. Bizler bismillah dep bir qaytalap ötdük. Ötkeni sol jerge deyin igrabyn gana qaytalamagan ekemiz. Ol ayatın negizinde keşegi haftada, ötken haftada negizi tezdetip ötüp şykan ekemiz. Bir qaytalap ötdük da endi kelesi жаңа ayatqa öteyik. Nestaizu billah. Tağı da yevme izin qarasaňyzlar, yevme izin ol günde yasdurun nasu. Adamlar bu jerde keledi dep awdagan eken, negizinde ortaga şygat. Eştaten top bolup. Esteriňizdemi? Afwajan dep biz Nasr suresinde aytatynbys. Sonda da mensup bolup kelgen eken, bugan hal degen erap beret. Hal degimiz kanday küýde adamlar ortaga şygat. Eştaten top bolgan küýde. Ne üçün? Li yuraw, özlerine körsetilüwi üçün. Ne körsetilüwi üçün? Olardan jasagan amaldary. Körü üçün emes, körsetilüwi. Endi sarfına toktaýyk. Sadara negizi maganalary köp şykdy, keldi, ortaga şykdy degen syapty. Yasduru şygady keledi, usdur, sudur, sadir ortaga şykkan, masdur, endi masdur dep iş koldanylgandygyny görmedim, alayda jasalatyn bolsa mena formula menen jasala beret. Ol tübür etişik. Yani 3 harfte. Ara yetiştigi 4-nji bab. 4-nji babda kelgendikden basında hamzası var, görüp durusuzlar. Mechul bolatyn bolsa, ýagny yryksyz formada kelетін bolsa, uriya bolatyn edi. Osu şak yuri. Yrıksız bolatyn bolsa yura, ötkeni soňuň aldy fatha bolat. Sol yuraga una degen köpşe türdi bildiretin zamir koşulupdyr goý munda. Mana zamirimiz yaktubuna, ya'buduna degendegi unamız goý muna. Ya ustaz, Yura una assalamu bolda alaikum. sonda. Negizi bul bulay kızlar. Arapçada mına soňky harpte sukun bar dep sanalat. Waw da sozulunky waw da ol da sukundy. Şondukdan eki sukundy harp qatar kelgende mına ýämiz düşüp galypdyr goý bizde. Şondukdan yuraw na dep gelipdir. Endi basyna li gelgende, üçün degen maganany bildiretin li kelgende, soňundagy mına nunumuzda düşüp galat. Yuraw itde düşüp kalgandan keyin oruna mындай okulmaytyn alif jazylat. Li yuraw özlerine körsetilүү üçün. Maganasy ara körsetdi. Uriya körsetildi. Yuri körsetedi. Yura körsetiledi. Yurawna olarga körsetiledi. Ne körsetiledi? Amaldara körsetiledi. Endi biraz kazakça logikaga säkeспейт bul yetiştikden iki mef'ul bihi alatyn yetiştik goý. Hazır taldawyna kelgende onu düşündirip ketemiz. Amalun sözü burunda кездескен bolatyn, köpşe türe a'mal, ayatda a'mal sözü geldi. Amaldary özlerini körsetүү üçün dedi. Şattun sözünün köpşe türe eştat, bölük, top dedik. Al bizden ayatda eştatan dep taby septiginde kelүү sebebi hal bolgandan. Hal degenimiz kazakça aytsak pysık tawuşku küýdü bildiretin pysık tawuş. Kalay suragy kalay. Pysık tawuş degen eger grammatika jagyndan unutsak, mysal kalay istedi bir näseni diýmiz goý. Sol magnada kalay.